22 жылдан бері түйе өсірумен айналысамын. Мынау Ақши, Базой, Айдарлы деген шөлейт жерде. Bir tüyeden бастап 5000 басқа жеткіздім. Алғашқы бір түйені инвестициясы Алматының үлкен базарында 2 жыл мант сатып, бір түйе сатып алған азаматпын. Кейін екінші дәрежелі банктен 17-19% несие алып, осы 5000 басқа жеткіздім. Бірақ менің көп уақытым сол несиенің үстемақысын төлеуге кетті. Бірақ ол еңбегім қайтты. Қазіргі таңда 200 адам еңбек етеді, орташа айлық 300 мың теңге. Сізге рахметім, 19 жылы Қытайға барған іс сапарыңызда осы құрғақ түйе сүтін экспорттауға жол ашып бердіңіз. Содан кейін біздің көзіміз ашыла бастады. Келіп завод салдық, осы құрғақ кәдімгі терең өңдейтін. Соныменен қазіргі жетістігіміз осы биылғы мынау Сияндағы ұлттық павильон ашып бердіңіз. Сөйтіп біз соның аясында Синсин группенен келісім шартқа отырдық. Қазір Қытайдың ең үлкен электрондық портал Жинпонгты сатамыз. Алғашқы 2 тоннасын Пекинге ұшақ арқылы жібердік. Мен айтамын, өзім барып көрмеген Пекинге осы кішкентай ғана ауылдың өнімдері барып жатыр. Оның тиімділігі Қазақстандағы нарықтағы бағасы сүттің 1000 теңге болса, олар 4000 теңгеден бізден алып жатыр. Соның арқасында қазір түйе басын 15 мыңға жеткізуге жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан қазір құрғақ түйе сүтіміз осы 300 граммы 225 юаннан сатылып жатыр. Оның ішінде вакуумный упаковкада 1,5 жыл сақталады. Сосын транспортировкасы ұшақпенен жіберіп жатырмыз. Ол бізге тиімді. Жақында осы Пекинге жібердік. Бәрі таможнядан өтті. Кешегі ковидтің кезінде де біз тоқтаған жоқ. Сапасы бәрі сол халықаралық сапаға келді. Шубат па? Шубат, традиционный шубат. Түйе өсірмей, жылқымызда бар, қой, басқа да малдар өсіріп жатырмыз. Осыдан 40 деген түрлі өнім шығарып жатырмыз. Соның енді кейінгі жетістігі осы құрғақ түйе сүті. Қазір 30 тонна құрғақ түйе сүтін өндірсек, үлкен компаниялар бұлар 100 тоннадан сұрап жатыр. Өзіңіз жолдауыңызда агроөнеркәсіп саласына серпін керек дедіңіз. Сол жолдауда айтқаныңызды орындап, Құдай қаласа алдағы 2 жылда түйе санын көбейтеміз. Дұрыс. Жасау керек. Сіз Қытайдың нарығы өте үлкен. Үкімет болсын, әкімдік болсын, сізге қол ұшын беріп көмектесеміз. Рахмет.